Педагогика бөлімдері. Педагогика пәні 5-ке бөлінеді. Жалпы педагогика адамның дене һәм жан күштерін тәрбие қылу жолдарын көрсетеді. Дидактика оқытудың негізгі жолдарын көрсетеді. Методика оқытудың негізгі жолдарына негіздеп, белгілі бір пәнді қалай оқыту жолын көрсетеді. Мысалы, мектепте қазақ тілін қандай жолмен оқыту керек екендігін үйрететін пән қазақ тілінің методикасы деп аталады. Мектепті басқару. Бұл пән мектеп қалай салынуға, қалай басқарылуға тиісті, сыныптарға шәкірттерді қалай бөлу керек, оқу уақытын қалай белгілеу керек. Міне, осылар сықылды мектеп құрылысы жолдарын көрсетеді. Педагогика тарихы. Түрлі заманда, түрлі тәрбияға адамзат қалай қараған, қандай жолдармен жүрген, тәрбие дүниесінде қандай білімпаздар өткен, олар қандай жаңа жолдар тапқан. Педагогика тарихы осыларды баяндайды.